Бұл қыстауда бізбен бірге отырған Санатбай, Ақтай атты ағалы інілі екі жігіт болды. Сол кезде Санатбай 40 жастан асқанда, Ақтай 30-ды басып өткен. Екеуі де әліге дейін неке көрмеген бойдақ. Олардың басын қосып түтінін түтетіп отырған шешесі еді. Екеуі де белсеніп ертерек Ақжүрек қатарына қосылыпты. Тіпті Ақтай район ауыл жағалап жүріп, партия қатарын өтіп алыпты да, бүкіл өңірге Ақтай коммунист деген атағы шығыпты. Ұзын шаш қойған жігіттен ең алғаш көргенім осы Ақтай болды. Шашын көзіне түсіріп, әр адым басқан сайын басын кегжең еткізіп бір сылқып тастап жүретін. Отырғанда сылағыштап, қолы шашынан кетпей отырушы еді. Оның киімі хала формасында болатын. Бет шырайды әдемілеу, бірақ тар маңдайындағы ұзын шаш ақсұр қушық бетін одан сайын қушайтып, қырылған егін ғана қалдырғандай. Шүкірейген сұп-сұр суық көзі шаш арасынан зәрін шашып тұратын. Ол ауылға барып қайтқан сайын сол суық көзі шексие түсетін болды. Сондықтан ауыл әйелдері оған алдымен Текеш коммунист деп ат қойды. Ақтай атына жалғасы айтылатын коммунист деген сөз кәрілер жағынан өте кекетінді, өте ащы мысқылмен қосылатын болды да, ақыры өз аты өшіп, коммунист аты ғана қалды. Ақтай үшін ат болған осы бір қасиетті атау ең ащы янат сөзден де тұрпайы естіліп жүрді. Сол кезде біздің ауылдастар көрген коммунист осы Ақтай болғандықтан бірін-бірі янаттағанда коммунист деп тілдесе ғана әріптесім мұқаттым деп есептейтін. Ақтайдың мұнымен ісі жоқ, өзін коммунист деп қана атайтын, болғанын халық атымда атай алмайтын беделді болдым деп мардымсыған ол шекірейген үстіне тікірейе түсті. Бұған иық сүйеген белсенді ағасы Санатбай да елден оқшауланып әспенсіп алды. Бұлардың жұртқа не істеп жүргенін ол уақытта өзім түсіне алмадым, бірақ қарапайым ауылдастардың барлығы да ағайынды екеуінен сілті дейтін ады. Киімдері де, өң шырайларда, мәртебе дәрежелері де ауылдан осылай биіктеп алған. Қос мықты осы себептен үйлене алмай жүріпті. Сөз салған қыздары кәрі деп қана жауап қайырса, жесір келіншектер күлкілі жауап қайырыпты. Біреуі Ақтайға: жарайды, кекілің ұзара түссін, әнеу сүйкімсіз көзің мүлде көрінбейтін болған кезде бір жөні болар депті. Тағы біреуі Санатбайға: жарайды, менің енді бір-екі күйеуім қайтыс болған соң кел, сонан соң сенен басқаға тимеймін деген екен. Мұндай сөздер әйелдер қауымына жұқпалы аурудай тарала кетіпті. Ақырында өз қыстауындағы жеңеше-жеңгелері оны түрлендіріп неше саққа жүгіртетін болыпты. Осы сайқы мазақпен Санатбайды мүңкір нәңкірдің күрзісіндей соққанын мылқау болсам да естіп жүрдім. Санатбай мен Ақтайдың бірі кірген үйде сөз болмайды. Тамақ пісіріліп жатқанда кірсе қазандары түспейді. Үй иесі бір жұмысына жөнеледі. Я келе жатқанын ести сала буланып, терлеп, ұйықтап қалады. Өйтетіні бұл мықтылар сөйлесе кетсе бір астамдық көрсетпей қоймайды. Бұлардан балаларда қатты қорқатын болды. Үйбай-ай, Ақтай келе жатыр, көзін қарашы. Үйбай-ай, Санатбай масып боп келеді деп қорқытса, аю келді деп қорқытудан бізге әлдеқайда қорқынышты естіледі. Бұл екеуі де құмаршы болып, бұрынғы орта шаруалы тұрмысын 4 асықпен 21-ге салып құртқан екенде, ең соңында шешесінің білезігі мен келіншек кезінен қалған сақиналарын ұтқызыпты. Сөйтіп қаңғыбастыққа салынып жүріп, ауыл пролетарлары болып шығыпты. Бірақ жалшылыққа түскен батырақ емес, ұсақ зорлық кезептікпен, қақты соқтымен күн кешіріп, ауыл маңына үрей салып өскен бадырақ көздер екен. Бұлардың кезептігінен бұл ауылда қыл аяғы есік жақта тұратын кебісте қорқып, төрге қашып жүктің астына тығылатын болыпты. Бадырақтардың қазіргі қолы жеткен кәсібі ішкілік. Олар мас болып қираңдап шыға келгенде тұра қашпайтын бала жоқ. Өйтетіні қалтырақтаған қолына түссең, желкеден я төбеден басып мыжи салады. Жақсы көріп аялауды да, жек көріп жазалауы да осы. Сондықтан біз оларға сау кезінде де алыстап үрейлене қарайтынбыз. Жазуды қағазға жазатын болғанда маған бір арман қоса пайда болды, ол өшірікші еді. Айналдырған бір кішкене дәптер, 6 бірдей үлкен адамның атын жазуға қаншаға жетпек. Жазып болған бір бетін қағазбен өшіріп қайта жазып жүрдім. Екінші өшіргенде қағазға қарайып қалады екен. Егер биғазынікіндей өшіргішім болса, 4-5 өшіріп жазсам да қараймас еді. Осы арманмен шағылдар арасынан құмсағыз іздегім келеді.
Құмсағызды төрт бұрыштап қатырса өшіргіштеген сол деп болжағанмын. Қасқыр жеп қояды деп бір кешке жақын биғадыл шықпай қойды да өзім жалғыз кете бардым. Екі төбе астым, табылмады. Үшінші төбе бауырына жеткенімде қасқырдан өзімде қорқа бастадым. Қайтуға енді беттей бергенімде ауыл жақтан келе жатқан бір атты адам көрінді. Анықтап қарасам Санатбай екен. Қасқыр дейтін қорқыныш жай ғана мысық тәріздес болып қалды да өзім сол қорқынышты санаған иенге қарай зыта жөнелдім. Санатбайға көрінбейін деп жыра-жыраны далдалай қаштым. Ауылдан тым алыстап кеткенімді біле зытқаныммен басқа шара жоқ. Әйтеуір ұзын мойын Санатбай көріп қоймаса болғаны. Әкем соғып әкеліп беріп жүрген қасқырлар аласа ғой. Жүзгенмен шыралжының арасынан мені де көре қоймас. Бар қорқынышым Санатбайда ғана болды. Неше белді асқанымды білмеймін. Қараңғы түсіп шағыл төбелердегі жүзгендердің барлығы сорайып Санатбайдай көрінді. Қорыққанымнан айқайлап жылайын десем, менің қайда екенімді біліп қояды. Жыламайын десем, қайда келгенімді өзім де білмеймін. Маңайымның барлығы түсірлеп, тасырлап, асырсап кеткендей. Бүкіл дүниеден жүрегімнің дүрсілі ғана естілді. Кеңкілдеп жылап барамын, жүгіріп барамын. Біресе оң жаққа, біресе сол жаққа жүгірдім. Таныс жоталарымнан ешқандай белгі жоқ. Өн бойымнан теріс орғалап, малмандай су болдым. Тасыр түсірмен қосыла тұс-тұстан айқай шу естілді. Құлағымның шуылы сияқты. Оған да сенбеп едім, сол көп шуылдың ішінен таныс бір айқай сап ете түскенде тоқтай қалдым. Әкемнің даусы өте қатты естілді. Енді жақындап келе жатқандай бір естілді де өзінің бір жағымнан атпен шауып өте шыққаны көрінді. Мен айқайлайын деп едім, үнім шықпай қалды. Кеңкілдеген дыбысымды естіген болу керек. Қайырыла шауып келіп ат үстінен іліп алды. Таптым, мұнда деп айқайлады. Сонан соң жан-жағына қарап бірнеше адам іздеп шыққан екен. Балам-ау, қайда жүрсің? Маңайдың барлығы шуылдасып жатқан қасқыр ғой. Санатбай дедім жалғыз ақ. Бұл менің одан бір реткі қылмыссыз қорқуым еді. Сол қыста Санатбайдан қылмыс істеп қойып тағы бір қорыққаным бар. Бізге аталас Құрақбай дейтін шал қайтыс болып еді. Артында қалған жалғыз кемпірі оған Құран оқытқыш болды. Үлкен келсін, кіші келсін, үйіне кім кіріп Құран оқыса, сол өлмелі жалғыз кемпір бар мәзірін дастарханға төгетін. Сілкіп салар сырмағы жоқ, кедей болса да тырнаштап жиып, тыққыштап сақтаған құрт үрімшігін, тар талқанын беретін сол үшін. Балалар Бөбіқан шешенің дастарханына Құран оқығыш болып алды. Мен өз бетіммен барып оқи алмаймын, Құран білмеймін де, кейбір балалар сияқты жоқтан бар етіп құрастырып зулататын қабілетім де жоқ. Мылқаумын ғой. Құранды ең жақсы оқитынымыз Биғазы молда. Дағды бойынша соны аңдып тұрып, Бөбіқанның үйіне бара жатқанда ілесе кеттім бір күні. Сонан соң ол ассалаумағалейкумды көтере айтып кірді де жүгініп отырған. Молда жүгінгенде тәбәрікші одан да жақсырақ жүгінуі керек қой. Мен де оның жамбасына жабыса далдалап, бар ынтамен жүгіндім. Киіз шарығым астыма симағандықтан ұша жөнелмек құстай қоқшырайып қалдым да қатты күшеп жығылмауға тырыстым. Бірақ бұдан гөрі күлмеуге күш көбірек жұмсалды. Екі қабат күш жұмсап тіпті қатты тырысқандығымнан көзімді жұмып талдым. Биғазы молда мақамына келтіре баптап аузыны, одан соң бисмилланы толық сөз айтып шықты. Оның есебінде Құранның дұғасын көбейту үшін асықпай, ұзағырақ созу қажет. Бұл ойын надан мен де байқап отырмын. Бисмилласын бітірді салмақтанып, тамағын қырнып тағы да ұзағырақ тынды. Бұл баптауы менің құйрығым мен тіземді қинап бара жатса да, надандық етпейін деп шыдап, енді тістене түстім. Содан соң молдекем әр күн оқып дағдыланған ыңғай иттен құралатын дұғасына түсті. Уассалауаллахты үйттім, уалкаралитты үйттім, уассаларитім, уалтаравихтарғылитты үйттім, уалкаритім. Мұжырайған оқыр қара кемпір бұлдығаның мақамына мүлги түсті. Аузы жыбырлап, әмин, әмин, сәбидің жүрегі таза ғой, қабыл боларақ, әмин деп күбірлейді. Мен күлкіден тұншығып Биғазыға сүйене бергенімде Сүбхан деп басталып барып шорттымды. Сып етіп Санатбайдың кіріп келгенін білмей қалыппын. Биғазы молда орнынан қарғып тұра жөнелгенде дастарханға мен екпетімнен түстім.
Санатпай бір түйіп қалғанда Молдекем табалдырықтан асып барып ұшып түсті. Жалма-жан қарғып тұрып шыбын шіркей қаша жөнелді. Контр деп зекіді Санатпай маған. Контрдың тұқымы, Құран оқы деген кім сендерге? Құдайларың қайда, құлағын жұлып алайын. Осыны айтып Санатпай менің құлағыма ұмтылды. Мен шырылдап барып Бүбіқан шешеге тығылдым. Астапыралла, қарағым үйдеме, бұл балаларға мен оқыттым. Мен бәрімізге бір құдай бар ғой, үйдеме, қарағым үйдеме. О құдайыңды деп Санатпай шыға жөнелді. Құрметті тергеушім, мен бесіктен белім шықпай жатып ақ осындай контр кері төңкерісші болғанмын. Ол кезде контр дейтін, қазір сіз паңгымың дейсіз. Қалай атасаңыз да оңып жатқаным жоқ. Бұдан үлкен кері кеткендік бола ма? Бұл атауларыңыздың қылмысқа лайық аталы атау әділ үкім екеніне кім таласпақ? Жаңағы Биғазының оқыған Құранның мазмұнын мен енді түсініп жатырмын. Соны қайталай оқып берейін, жаңа дұрыс оқымадым. Вассалаты вәл ағитты үйттім, вал карала алитты үйттім, вал саари тым, вал тара век тарғылитты үйттім, вал каритім дейттім. Сол екен оқыған Құраны.